2010 оқу жылынан алғашқы құттықтау сөзі гимназия директоры, Қазақстанның еңбек ері, Қазақстан Республикасына еңбек сіңген қызметкер, Ыбырай Алтынсарин атындағы төс белгінің иегері, алтын жұлдыз Отан орденінің иегері Аягүл Төреқызы Миразоваға беріледі. Қарсы алыңыздар. Құрметті ата-аналар, құрметті қонақтар, құрметті біздің шәкірттеріміз, аса қымбатты ұстаздар. Бүгін ерекше күн. Бүгін өзіміздің республикамыздың түкпір-түкпірінде алғашқы қоңырау білім күні басталған күн. Біріншіден барлықтарыңызды төрт көзіміз түгел аман есен осы Ыбырай Алтынсарин атындағы мектептің оқып жатқан шәкірттерінің және бізге биыл ғана қадам басып келіп жатқан құштар болып осы мектепке ерекше ілтипатқа келген бірінші сынып оқушылары айналайын аман есен оралғандарыңнан құттықтап, ендерінің қауымына, амандығына өте қуанышты өзіміз тілегімді білдіремін. Құрметті ата-аналар, құрметті қонақтар, биылғы жыл әрине жаңа Шолпан апайларымыз айтып өткендей ерекше жыл. Біздің еліміздің әлемге табылған жылы, өзінің берекелесін алла тағала қолдап, еліміздің абыройы асқақтаған жыл. Сол әрбір асқақтаған күнінде біздің әрқайсымыздың қуанышымыз, тілегіміз, үмітіміз, еңбегіміз жатыр деп білемін. Қазір ғана айтып өткендей, биылғы жыл қол жеткізген табыстарымызбен бірге алдымызда үлкен міндеттер тұрған жыл. Елбасымыз өзінің махаббатында 20 қадамда білім мен тәрбиеге ерекше мән берді. Білім мен тәрбиені қайтадан жаңарту керек екенімізді алдымызға баса кетіп қойды. Әрине, ол келіп ұстаздарды ғана қолында емес құрметті ата-аналар, ең бастысы сіздердің қолдарыңызда. Сіздердің мына шәкірттерімізге, ұстаздарымызға, елімізге, отанымызға, жерімізге деген құрметтеріңіздің арқасында ғана бізге абзалсыз үлкен дүние. Мектеп басшысынан бастап түгел қайта қарауды тапсырды. Өте дұрыс айтылған нәрсе. Біз бәріміз де бұрынғы өзіміздің алған білімімізбен, жасаған жұмысымыздың нәтижесімен соған малданып қалмауымыз керек. Өмір өзен сияқты ағысы тоқталмай жатыр. Яғни ел алға қарай басып, әлемдік деңгейге шығуға бет алып жолын алғашқы жетістіктерін көріп жатырмыз. Олай болса, ұстаз да, шәкірт те, ата-ана да білімге деген көзқарасын, білімді беруге деген көзқарасын жаңартуымыз керек. Бірлікте, ынтымақта, осы біздің алдымыздағы шәкірттерімізді еліміз
15 жыл бұрын бітіріп кеткен, 10 жыл бұрын бітіріп кеткендері өздері келіп сәлемдерін беріп, қай жерде жұмыс атқарып жатқанын, қандай маман болып шыққанын, қандай азамат екендігін келіп бізге паш етеді. Осыдан артық бақыт бар ма? Әр шәкіртімді көргенде, әр жасқа жақсартпаған сияқты боламын. Сондықтан да құрметті ата-аналар, айналайын, мен де міне ұстаздық жолды 40 жылдан артық жұмыс жасап жатырмын. Әрбір жылда шәкірттің өз орны болады. Мен Аллаға мықты бір тәуелсіздік етемін. Осындай шәкірттердің менің алдыма келгеніне, осындай ата-аналарды біздің қадір қасиетімізді паш етіп жүргеніне, осындай ұстаздардың менің ұжымыма тап болғанына, соның арқасында, осы шәкірттердің білімінің арқасында, тәрбиесінің арқасында, сіздердің ілтипат ниеттеріңіздің арқасында кеудеме Қазақстанның еңбек ері деген жұлдыз бірінші болып тағылды. Соған елбасымыздың білімге деген ерекше ілтипатпен көзқарасы деп білеміз. Міне, айналайын ұстаздар, тағы да оқушыларымыз құтты болсын. Балаларымыздың келешегі, балаларымыздың білімділігі, тәрбиелілігі бірінші жанұядан болса, үлкен бір үлес қосатын, үлкен бір еңбек ететін